Баршаңызға қайырлы күн. Мен Ибрагимова Малика, Қарсақбай агротехникалық колледж студентімін. Бүгінгі менің жобам бұл жай ғана экологиямызға емес, барша планетамызды қорғауға үлесін қосатын жоба. Менің жобам Smart Eco Locker деп аталады, яғни бұл ақылды қалдық қабылдау жүйесі, таза болашаққа арналған заманауи технология. Қазіргі таңда бізде ең үлкен мәселе бұл экология болып табылады. Қазақстан жыл сайын 700 мың тоннадан аса қалдықтар шығарылуда, бірақ тек соның 10% ғана өңделуде. Қалған 90% біздің экологиямызды ластауда. Халық арасында қалдықты сұрыптау мәдениеті әлі де төмен деңгейде. Адамдар қалдықты дұрыс тастамайды, себебі оларға бұл үшін ынталандыру жоқ. Сондықтан біз жаңа тәсілді ұсынамыз, технология мен мотивацияны біріктіретін жүйе. Smart Eco Locker жобасы осы мәселені шешуге бағытталған. Біз адамдарға қалдықтарды тапсырғаны үшін нақты пайда беріп, экологиялық жауапкершілікті күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырамыз. Smart Eco Locker бұл жай ғана контейнер емес, яғни бұл заманауи смарт контейнер жүйесі. Ол қалдықтарды қабылдап, әр тапсырған адамға QR-код арқылы және бонус береді, және де бұл жүйе экология мен технологияны біріктіріп, адамдарды қалдықты сұрыптауға ынталандырады. Яғни бірінші кезеңде бұл салмақ өлшейді, локерде салмағы автоматты түрде анықталады, және де QR-код арқылы әр пайдаланушы өз профиліне кіріп бонус жинайды. Сол бонусты өздері қалаған қызметтерде пайдалана алады. Технологиялық артықшылықтары бұл кезде сенсорлар мен салмақ өлшеу жүйесі қалдық түрін және мөлшерін анықтайды. Мобильді қосымша пайдаланушылар өз статистикасын көре алады. Казпиюков және қала әкімдігі платформаларымен интеграция, нақты уақыт режимінде деректерді жинау және талдау. Бір локердің құны шамамен 300 мың теңгені құрайды. Яғни біз пилоттық кезеңде 10 локерді орнату көзге алынып отыр. Қазіргі таңда біз оларды мектептерде, сауда орталықтарда және де тұрғын үй кешендерінде орнатқымыз келеді. Бір жылда шамамен 50 тонна қалдық қайта өңделеді. Бұл 5 мың адамның көмегімен ғана қол жеткізіледі. Біздің табыс көзіміз бұл қайта өңдеуші зауыттар мен маркетингтер болып табылады. Болашаққа жоспарымыз әрине біз бірінші жылдары өзіміздің қаламызға енгізіп, Ұлытау облысына орнатып, сынаққа алғымыз келеді. Және де ары қарай дамып жатқан жағдайда екінші жылы біз Атырау, Ақтау қалаларына 30 локерді орнатып, одан әрі біз франшиза жүйесіне енгізіп, үлкен ірі қалаларға орнату жоспарлануда. Яғни Smart Eco Locker бұл экология мен технологияның үлесімі таза болашаққа арналған ақылды қадам. Қала тазалығы үшін әр тұрғын тазалықты өзінен бастағаны жөн. Таза қала бұл біздің денсаулығымыз. Назарларыңызға рахмет.